Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Алланың сәлемі, берекеті сіздерге бола берсін дей отырып, кезекті бағдарламамызды бастаймыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз сонау ат артып, осы әулиелерді халыққа таныстырсам екен. Жаңадан бұрынғы мынау алдымызда тұрған ұлы бабалар насихатында тарихи орын ретінде ерекше назар аударылып, сол жерге арнайы бірнеше бет арнатылып, осы Бестораңғыл әулие туралы жазылып кеткен. Осы кітапты жазған жазушының өзі 17 жыл өмірін арнаған осы кітапты жазуға Леспек Байжанов мырза. Ал сонда ол кісінің сөзінен кейін біз мына бағдарлама жасадық, эфирге шығып жатыр, көріп жатқан боларсыздар. Алатау телеарнасында шаңырақ бағдарламасында да сол бағдарламаны көрсеттік. Ол енді қазіргі кезде біз тиктокқа да шығардық Бестораңғыл әулие туралы. Ал енді оны Бестораңғыл дегенде ол жерде тораңғыл ағаштар өте көп өскен. Соны тиктоктан көріп отырған бір адам айтады, сол жердің мекен жайын айтшы маған, тораңғылды апарып шауып тастайын дейді. Онда ол адам енді білмеген өшет дейді ғой, білмей жатыр ол. Оның тарихы анау сақ заманынан екенін білмей жатыр. Сол себепті ол кісі сол ағаштарға табынып отыр мына адамдар. Сондықтан оны шабу керек деп ойлап отыр. Жоқ, бұл бабалар бастап кеткен біздің көне сақ заманынан келе жатқан Бестораңғыл ағаштары. Ал енді біреулер айтып отыр, енді бұны сендер қоршап алып, сол жерде ақша алатын шығарсыңдар дейді. Тіпті оған менің қатысым жоқ, менікі жылына шақырады, Алла разылығы үшін, осы әулиенің құрметі үшін барып бағдарлама жасап қайту менің мақсатым. Ал енді маңдалада бүткіл әулиені 365 күн бойы әулиелерді шамасы келгенше бірде велосипедпен, бірде жаяулап, бірде көлікпен, әртүрлі ситуацияға қарамай аралап, сол жерлерде осы әулиелер туралы кітаптарды таратып, көрсетіп елдерге, және сол әулиелердің барлығын тарихын жатқа білетін қазақ жерінде қазіргі заманда бір адам бар. Бұл кісі тірі энциклопедия десеңіз болады. Бір әулиені айтып қалайыншы қазір. Жалаңаяқ әулие қай жерде десем, бұл кісі бас қалсан айтып кете береді. Тугис десек болады қазіргі тілмен айтқанда. Сондықтан бұндай адамдарды Алла Тағала өзі әр адамға бір миссия береді екен. Маған берген миссия осы әулиелерді насихаттау. Бұл кісіге берген миссия жаңа Бестораңғыл әулиесі көтерілмей жатқан әулиелердің басында қолынан іс келетін қасиеті бар қыз жігіттердің басын біріктіріп, сол әулиенің басын көтеруге үлестерін қостыру. Оған қостыру үшін енді қолда қаражат болмағанда, билік болмағанда адамдар әртүрлі қабылдайды. Сондықтан біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Біреулер жол ортадан бастайды, жол ортадан кетіп қалады. Біреу ары қарай таяқ жейді, қайталанып келіп оны жалғастырады. Сонда енді әртүрлі ситуациялар, бірақ адам баласы барлығымыз әйтеуір уақытша қонақпыз ғой бұл дүниеде. Бір кішкентай болса да үлесімізді қосайық деп, мен де мысалы бүгінгі бағдарламаны Алланың разылығы үшін өткізіп отырмын, шынайы жүректен. Ал енді бір байқағаным, осы әулиенің қайсы бір әулиенің құрметі үшін деп соған қызмет еткен адамдарының жұмысы жаңағы жүріп сала береді екен. Оған осы Бестораңғыл әулиеге 2 жыл қатарынан өткізгенде болған демеушілер болып көмектескен Замира қыз қазір Астанада атағы жаңағы алталашқа жайылып кереметтей жаңағы жақсылықтарға кенеліп отыр. Одан кейін енді биылғы жылда біраз ғана адам болса да, биылғы жылда демеуші өзінің қолынан келгенше Асылбек мырза осы нені өзінің қолынан келгенше шамасымен сол жерде өткізді. Яғни бұл жерде Наурызды 17-сінен 18-іне қараған түні Наурызды өткізді. Ондағы мақсат сол 251 жыл бұрын осыны қазақ қаханы өткеннен кейін сәуірдің 11-ші жылысында дейді, дүниеден өткен соң дейді қазақ қаханы. Мұнда жазылған енді кітапта, тарихта. Бестораңғыл даласында ұлы 5 әулиенің 6 алашқа
берген батасы, мен белгілеп берген ел таңбалар дейді. Қазақ қахан дүниеден озып, арада 251 жыл өткен соң, сәуірдің 11-ші жұлдызында сақ тайпаларының игі жақсыларымен бірге ұлы 5 әулие Дулығалы ата, әулие ата, қоңыр ата, ұзын ата, жылаған аталар және алталаш, арғын, керей, уақ, найман, қыпшақ қоңыраттар осы жерде жиналып басын қосады. Айнала жиналған халық орындарынан тұрып, ұлы 5 әулиеге құрмет көрсетеді. 5 әулиенің алдындағы тұғырға балақ бау мен қыран бүркіт қондырылады. Айналада тылсым тыныштық орнайды. Олар ең алдымен алталаштың үлкені арғынды тұрғызып, ормандай көп әулеттің үлкенісің, сен енді мына қыранның басы мен көзісің дейді. Ол орнына жайласып отырған соң ортаға Найманды шақырып алып, сен бала қыран бүркіттің құйрығысың дейді. Одан кейін уақты тұрғызып қастарына алып басынан сипалап, сен бүркіттің сол қанатысың дейді. Ал қоңыратты ортаға шығарып, сен бүркіттің оң қанатысың дейді. Одан кейін қыпшақты орнынан көтеріп, мына қыранның сен қос шеңгелсің деп ақырында керейді қастарына шақырып алып, қыран бүркітті меңзеп, кәне қыран бүркітті ұшыр дейді. Кәне қыран бүркітті ұшыр дейді. Керей бүркітті байлауынан босатып, ұшырып еркіне жібереді. Қанатын қомдап, көкке қалықтаған қыранға қарап, көрдің бе дейді ақсақалдар. Көрдім дейді. Керей қос қолын қусырып, басын изеп, ендеше сен сол қыран тұратын қара шаңырақтың иесі қонатын тұғырысың. Бет алды ұшып кетпес үшін қыранды байлап ұстайтын балақ бауысың деп, бесеуі біртіндеп бата береді дейді. Енді ары қарай осыны енді кім қандай? Бұл әулиелердің қазіргі кезде Қоңыр ата дегеніңіз Шығыс Қазақстандағы Қоңыр әулие ғой, иә? Ана үңгірдің ішінде су бар ғой. Жылаған ата дегеніңіз біз бардық мынау Шымкент жақта. Ұзын ата да Шымкент жақта, иә? Әулие ата, Дулығалы ата деген қай жақта? Дулығалы ата арқада, әулие ата Тараз жақта. Таразда. Сонда бұл әулиелер со 251 жыл өткен соң деп тұр. 251 жыл өткеннен кейінгі осы аталар сол дәуірде өмір сүрген болып тұр ғой, барлығы. 5000 жыл болған ғой енді. Иә. 5000 жыл болды. Енді біздің түсінгеніміз сонда олар бүркітті символ ретінде қабылдаған, иә? Бірліктің енді соған жинаған ғой, сіз оқығандай. Бүркіт оң қанаты, қоңыр аты, сол қанаты уақыт ұшу керек қой енді қыран. Сол бүкіл қоңыр аттарға оң қанатының несі берілген. Арғындарға басы мен көзі берілген, енді авангард таңбаларда сол көз, екі көз екен. Қыпшақтарға жаңағыдай қос шеңгел деген бүретін жері бар ғой, қос әліп таңбалы, біздерде таңба сол пәленбай 1000 жылдан бері әлі келе жатыр. Таңба бар, иә? Таңба бар. Енді сол жерде өскен тораңғылар сол ғасырдан бері келе жатыр, иә, өсіп? Иә, әлде осы 5 әулие бата берген соң өскен бе тораңғылар? 5 әулие бата бергеннен кейін өскен ғой. Текті азаматтар келсе, ол жерде бір тораңғыл ағаш шығады дейді. Өзінен өзі? Өзінен өзі шығады дейді. Енді Құдайдың құдіреті ғой. Бұның ешқандай несі жоқ. Табиғатқа деген не ғой бұл? Адамдардың бір-біріне мейірім бояну керек. Ана жердегі балықтарды қыра бермейсің ғой, қайта-қайта. Аңдарды атып, сияқты табиғаттың да өзінің тепе-теңдігін ұстап тұру керек қой. Сол жерге Алланың нұры түседі деп тұр. Наурыз 17 мен 18-іне мизан тас деген болған айтып өтті ғой екен. Соны енді сол жерге қайта-қайта жиналып еске алып тұрыңдар деп, құдіреті күшті Құдайды және де ұлы бабаларыңды, текті бабаларыңды деген сондай жиналатын мүмкіндік қой, бірлікке шақырып тұратын жер сондай. Сөйтіп 5 әулие қазақ қахан өткеннен кейін дүниеден осы 5000 жыл бұрын болған кісі ғой. Енді қазақ қахан деген мемлекет сол кісінің атымен аталады. Қазақстан деген мемлекет сол қазақ қаханның атымен аталады. Оны 550 жыл болды дейді. Ол кісінің өмір сүргеніне 5500 жыл болған. Атын атауға, бұл қасиеттілігі соншалық атын атауға тиым салған дейді бұл кісіні. Сол қазақ мемлекеттің елдігін құрған, шаңырағын құрғаннан кейін қазір Керей мен Жәнібектен бастап Абылай хан кеше осы біздің кезге дейін әкеп тұр ғой енді. Сол атқа өзіміз лайық болып, қазақ деген атқа лайық болып, орысша айтқанда достойный дейді ғой. Соған енді барымызды салуымыз керек қой. Құдайдың құдіреті нұры түссе ол жерге, 5 әулие бата берсе 11 сәуірде алдағы уже. Енді осындай ағаш өзінен шығып атса, оның шабатын ештеңесі жоқ қой. Ол жерге келгенде адамдардың дұға тілектері қабыл болып жатыр. Өйткені әулиелер
сол жерге келіп бата берді. Әулиелер бата беретін жерде мен түсінгенім енді орысша портал дейді ғой. Қазақстанда сонда 70 жер бар екен. Біраз жерлер мен көрдім. Сонда Алланың нұры құйылып тұратын жерлер екен. Оны кейін анау ерте кезде атеизм болған кезде сол жерлердің барлығын жапқан екен. Жапқанда елдің есінен ұмыттырып жіберген. Енді қолмен жаба алмайды ғой, Алланы ашқан ешкім жаба алмайды. Бірақ енді бүгінгі күнде ақырындап сол қайтадан біреулер кітаптар арқылы, біреулер қолжазбалар, біреулер өздерінің сезімдері арқылы сол жерлер ашылып жатыр. Соның бірі Алланың нұры құйылып тұрған жер осы бес торанғыл әулие бата берген. Сон торанға ағаштар өсіп, сол жер ылғи торанғыл ағаштар. Ондай ағаштарды мен көрмедім. Сол ағаштар өседі, сол ағаштардың ұстасаңыз әрқайсынан бүйтіп энергияның құйылып тұрғанын байқайсыз. Ал енді әулиелер бата беріп кетті сол жерге. Бата бергенде қандай ситуациялар болды дедім, 5 адам? Енді сол 5 әулиені аса бабаларымыз сақтар құрметтеп, киелі орнамент дейміз ғой, мына нелерге түсетін. Киелі оюға түсіріп, 5 жұлдыз кәдімгі көріп жүрген. 5 жұлдыз таңбасымен белгілеген, өрнектеген. Еске алып отыр үшін. Яғни 5 әулие 5000 жыл бұрын бір мезгілде өмір сүрген. Қазақ қақанның тіктеген шаңырақ жер анамызды тазартып, неше түрлі жер тырнақ албастылардан өздерін құдай санаған. Жер анамыздың өзін сонда азат еткен осы кезде. Неше түрлі сиқыршылардан, пәлекеттерден тазалап, сондай тарих жойылып кеткен. Бұл тарихтар киелі жерлерде сақталады екен. Онда да қазақтың тектісінде ғана аян беріледі, сонда ғана бар белгілі болады дейді. Мысалы үшін жаңа Қоңырата бата бергенде қандай оқиға болды сол жерде? Мінекей осы жерде де тағы не шығады, табиғаттың несі, құдіреті күшті, Құдайдың құдіреті белгілі болады. Ағаш, ол жердің шөбі, шаппақты көру, ол ағашын шөбіне де тиісуге болмайды, керек бар. Соны ескертейік деп, қайта-қайта айтқанның өзі пайдасы береді ғой. Ол жерге өзінен өзі шыққан ағаш. 5 әулиенің құрметіне шығып, ол жерге текті азаматтар болса, бір ағаш шығады дейді. Келешекте текті бабаларымыз айтып кеткен дүниелері көп, не бір пайғамбарлар айтып кеткен, жазып кеткен деректер бар екен, 7000-ға жетеді. Яғни тектілікті сақтасаң, тектіліктің ішінде ана тіл кіреді, барлығын сақтап қалу керек қой, ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп. Енді бірінші Қоңырата, Ұзыната бата берген кезде жел келді дейді бірінші. Екінші Қоңырәулие бата берген кезде бұлт келді дейді. Дулғалата бата бергенде найзағай ойнап, жылаған ата бата берген кезде жаңбыр жауды дейді. Жылап тұр дейміз, жылаған ата, сол жылаған атаны дегенде жылап тұр, күн жаңбыр жауып тұр деп. Әулие ата бата берген кезде күн шайдай ашылды дейді. Яғни 5 әулие 5 құбылысын құдіретті күшті Құдайдың хикметтерімен болып жатқан дүниелер ғой бұл. Және де сол Наурыз осы жерден басталған дейді. Наурыз осы жерден басталып, жаңа күн келді, жаңа енді қыс кетіп, көктем келіп, көкке рұқсат еткен күн екен ғой, сол 17-сі мен 18-ні Самарқанның көк бәсі еретін кез осы сәт. Сіз айтқандай қаншама жерді жауып тастағысы келген ғой, қара шошқа сойып, неше түрлі жақындатпай. Енді ойнай келген ойрандаған ғой енді. Бірақ енді өткенге салауат қалды, бірақ келешекте осы жерде ашылады деп Әлиасқар әулие жазып айтып кетіпті. Осы 5 торанғылдан әулиеден көтеріледі. Нұх пайғамбардың кемесі тоқтаған жері бар, Қазығұрт. Ол да Алланың назарын түсірген Нұх пайғамбарға. Осы мына Алматыда сондай бір жер бар дейді. Қажы баба деймін, сол Нұх пайғамбар деп айтып естіп жатамын енді. Бұл жерді барып көру керек екен бұйырса. Мына жерде қарап отырсаңыз, бұл кітапта сол жылаған атаның батасы, Қоңыратаның батасы, бесеуінің берген батасы. Әрқайсының берген баталарына шейін жазылып тұр екен. Мына жерде ашсаңыз, 5 таңбаға белгілеген нелер мінекей, мына 5-еуіміз 5 арна деген не алыңызшы, аяғына дейін. 5-еуіміз 5 арна деп. Мынау айтып отыр деген жерде ме? 5-еуіміз 5 арна деген жерлер бар. Енді түсіндірме дейді де 5 таңба деген. 5 таңба кітабының түпнұсқасы киелі құдықта екен дейді. Ал айнымаған көшірмесін біздің бабаларымыз ұрпақтан ұрпаққа әр 7-ші буыны көшіріп, өз тұсындағы заманның ірі оқиғаларын, жаңалықтарын, басқа да таң қаларлық ілімін шығармаларымен толықтырып жазып, осы ұстайдау деген пендесіне мұқият түрде айтып түсіндіре білген дейді. Ал енді 5-еуіміз 5 арна, көп мүсіл дейді. Енді қарап тұрсаңыз, мына кітапты мен бүгін ғана түсіне бастадым, шынымды айтсам. Мына кітапты 3 жыл бағдарлама түсірдім. Маған берген кітапты бастап бүйтіп оқысам,
көзімді бұлдыратып жібереді. Оқи алмадым. Сосын жарайды, киелі кітап, мынау енді 5000 жылдық біздің қазақ бабаларымыздың, біздің сақ бабаларымыздан қалған жаңа құпия кітаптар ғой, енді біздің тарихымыз сол заманда не болған. Ал енді әр аруақтың өзі аруақты жерден ат үркер дейді ғой. Әр адамның өзіндік қасиеті бар да. Сосын ойладым, бұл кітап кейін оқитын шығар деп қоя салғам. Енді бүгін Асылбектің жаңағы мына жерді оқы дегенге оқып жатсам, оның үстіне биылғы 3-ші жыл дегенде осы кітапты жазған жазушы ағамыз Лесбек Байжановтан 3-ші рет интервью алдым. Осы 3-ші жолы ол кісіге Алатау арнасына бағдарлама жасадық. Оны YouTube арнасында көресіздер, тұр программа. Сонда жақсылап түсіне бастадым ол кісіден ше. Сонда адамда өзі бұл жаймен, менің өзім жаймен қабылдап жатырмын ше. Енді мүлдем хабар жоқ адамдар бұны айтады, мынау еркен ермегіме деп, біреу ағаш суарып чабам деп отыр ғой. Сол сияқты ғой. Біреу ойлайды, үйбай айналар ақша жинайын деп жүр деп. Кім саған ақша береді? Айдалада бір әулиенің басы. Сондықтан енді біздің мақсатымыз сол бабалардың жолын түсіндіру, соны ары қарай жалғастыру. Ал енді соған да себепкер болып отырған мына Асылбек, бұл маңдалада әулие аралап жүреді. Бұған ешкім зарплата төлемейді, ешкім тапсырма бермейді. Осыны ұйымдастыр деп бұған айтып отырған адам жоқ. Өзінен өзі құлып береді, жыл сайын осыған жан таласады. Сосын ойлаймын, мынаған кім тапсырма берді, неменеге жан таласып жүр деп ойлаймын. Соны осы жолмен осы 3-ші мәртеде түсіндім. Түсіндім дейсің. Бұл яғни әулиелердің құрметі үшін бұрынғы бабаларымыздың жолы, бабалар насихаты, ол кісілер тастап кеткен өсиетін жалғастыру үшін бұл кісіге Алла Тағаладан келген миссия өзіне берілген. Бұл кісінің мазасы жоқ, күні-түні сол жерге ұйымдастыру керек. Мен айтамын, жарайды, өтеді сол жерде бір адам келіп демеуші болады, өгізін сояды, жылқысын сояды, немесе қойын сояды. Бұл кісіге одан беріп жатқан ештеңке жоқ, тамағын ішеді де қайтады. Түсіп жатқан пайда жоқ, ақша табады деп ойлайын десеңші. Берсе біреу шапанын берер. Мысалы, осы жолы мына шапанды сол жерге барған кезде Шымкенттің, оңтүстік Қазақстан облысының ең беделді, әр облыстың бір беделді қаншайымдары болады ғой, бетке басар. Сондай беделді, елге танымал тұлға, кәсіпкер, әрі ақын, әрі сол жерде халық емшілер қауымдастығын басқарып отырған Фатима ханым бар. Фамилиясы қалай ол кісінің? Фатима Бөлешева. Фатима Бөлешева, Фатима қажы. Сол кісі осы жолы келді, арнайы шақырумен. Сол келіп, екі кештің арасында біз бағдарлама түсірдік. Өйткені қараңғы болып кетті. Ауызашар уақыт болып кетті. Екі кеште келді ғой ол кісі. Тамақ беріліп жатыр. Ал енді бағдарлама түсірсін тапа-тал түсте түсіруіміз керек қой, жарықта. Қараңғыда түскен, қап-қараңғыда түсірілген бағдарламаны эфирде негізі телеарнадан өткізбейді негізі. Енді ол кісі келіп, сол екі кештің арасында келіп, өзінің тобымен келіп, жанында билер бар екен, билер тобы. Мына шапанды маған кигізді. Енді бұл шапан әлгі орамал жол болмайды, том болмайды, жол болады дейді ғой. Енді 36 жылда кім маған не сыйламады? Барлық шапандар. Бірақ бірде-бір шапанды мен киіп, соны ары қарай пайдаланған емеспін. Біреуге бере салам. Айту біреу келеді, оның есі табылып тұрады. Саған бартердегі айlanындағы шапан дейді ғой, кете береді. Бірақ сол шапандардың ішінен маған осы шапан қатты ұнады. Өйткені мынаны қараңыз, қазақи өрнектер бар, әдемі, осы заманға лайықты, басқа жерінде ешқандай нешесі жоқ, бір түсті. Сосын қазақи ою бар. Бүгін мен телеарнаға киіп барсам деді, қандай әдемі қазақи шапан кигесіз. Қазақ әйелдерінің бәрі өйстіп киініп жүрсе дейді. Ойлар әдемі болып көрінеді, орнаменттер. Одан артық ешнәрсе жоқ. Одан көшеге шығып, тағы бір компанияға бардым. Жол-жөнекей елдің бәрі маған қарайды. Жап-жақын жер сол бір айылда. Назарын аудартып жатады. Елдің бәрі қарайды, ой-ой. Сосын мен кеше мешкене киіп бармадым екен деп өкініп қалдым өзім. Сонымен бұл шапан құрметке бөленіп жатыр. Ал осы шапанды кигізген Фатима қажыға Алла разы болсын. Сол күні екі кештің арасында келіп осыны сыйлады. Мен ойлаған жоқпын ол шапанды, маған шапан алып келген екен деп. Бірақ енді онша шапанға да мән бермейтін заман болды ғой қазіргі заманда. Бір шапан әкеліпті деп алып саласында, сені алып кете бер деп бере саламыз ғой еге. Мына шапан ондай шапан емес.
өзі тартып осыны маған кигізіп бүгін эфирге шығартып отыр. Кімге де осындай шапан кигізеді? Мына киіп алдым, рахмет ол кісіге. Фатима қажыға Алла разы болсын. Жақсылығын айт дейді ғой. Ол кісі екеумізге 2 шапан кигізді. Тапқан пайдамыз осы, сол күндегі сол Фатима қажының енді таңғаларлығы. Әулиеге бір жұмыс жасаймын десе, әулие туралы насихаттаймын десе, аяқ астынан жол ашылады екен. Жаңа мен телеарнаға барып бағдарламаны өткіздім. Ол бағдарлама қаншама жерден тексерістен өтеді. Оның видеосы, көріністері, оның сөздері, бәрін өткеннен кейін бірнеше тексеруден барып бағдарлама эфирге бірақ шығады. Бүгін апарды мен ойладым, қазір ал десе алып тастайын деп. Сөйтіп Фатима қажыны түн ішінде түсірген интервью, енді ол кісінің айтып тұрғаны ұлыстың ұлы күні құтты болсын деген тілек қой. Бірақ қараңғыда түсіріп тұрмыз ғой. Сол өтіп кетті енді. Құтты болсын, береке. Бағдарлама да жеп-жеңіл өтіп кетті. Бағдарламада жылдам жасалып кетті кеше бір күнде. Бүгін енді ертең сағат 12:30-да енді біздің бұл эфир шыққанша ол эфирге шығып кетеді. Бүгін біз ютубқа да салып жатырмыз ғой, ютубқа да шығып кетеді ол бағдарламалар. Бірақ менің байқағаным сол әулие үшін бір жұмыс жасайын десең, сол жеңіл бола береді екен, және жолың ашыла береді екен. Содан ойлаймын, мына бүркіт несі, ағаштарға немен шақыра береді, қайта. Бұған біреу тапсырма береді, мен неменеге күйіп пісіп, әркімге телефон шалады. Кейін сөйтсем, бұл кісіге берілген сол Алладан әр адамға берілген тапсырма. Біреу ән айтады. Оған ешкім тапсырма бермейді ғой, ән айтып сахнаға шық деп. Өзінен өзі шығады сахнаға. Ән айтпаса тұра алмайды. Біреу емші болып отыр, ем жасамаса үйінде ауырып қалады. Оған да ешкім тапсырма бермейді. Әй, сен емші бол деп. Ол қысылады, қиналады, сосын кейін барып емші болады. Біреу мына кісінің мына кітапты, ол кісі ғалым, өзінің мамандығы бар, елге танымал тұлға, қоғам қайраткері, қоғам белсендісі, жаңағы Леспек Байжановқа күтпеген жерден Алла Тағала осындай тапсырма, миссия берген. Осыған 17 жыл өмірін арнаған, ойлаңыздар, мына кітапты шығару үшін 17 жыл. Және бұл кітаптың өзін бізге оқытпай, міне 3-ші жыл дегенде түсініп отырмын ғой бұны. Ал ол кісінің жазу үшін қандай қиыншылықтар болған, көптеген қиыншылықтар басынан өтті ол кісінің. Шет жағасын мен де соңғы жылдарда естіп жатырмын ғой. Әйтеуір бас аман, бірақ біраз өкінішті жағдайлар болды. Сондықтан бұл кітап келген кезде бұған сай болып, бұны жазып, бұны зерттеп шығып, дайын асқа келген өзінде дайын астың өзін оқи алмай отырмыз, енді оқып отырмыз. Бес табанда аяғына дейін оқи дейміз. Енді осыны маған оқы деген кезде енді мен түсініп алдым, қай жерінде болды? Бес арна, бес табан деп, бесеуіміз бес арна. Бесеуіміз бес арна деп басталады деген, е? Бесеуіміз бес арна деп, бұл жерде қазақ қаханнан тараған 5 ұлы әулие. Қазақ қаханнан тараған дейді. Әулие ата, Дулығалы ата, Жылаған ата, Қоңыр ата, Ұзын атаны айтып отыр. Осы 5 әулиені ұлы бабаларымыз аса құрметтеп еске алып отыру үшін 5 арна, 5 табан деп, бұларды 5 бұрышты киелі таңба оюға түсіріп, қазіргі өзіміз көріп жүрген 5 жұлдызбен өрнектеген дейді. Ежелгі замандарда сақтардың әскери тулары мен қан жамбылары бұл белгі таңбаларымен өрнектелсе, көрші отырған басқа халықтарда бабаларымызға еліктеп, соларға ұқсағысы келіп, бұл таңба оюларды қолданып, қазіргі заманда бұл таңбалар көптеген мемлекеттердің тулары мен гербтеріне ұрылған белгілерге айналған. Көпшілігі бұл 5 бұрыштың қайдан шыққанын, түпті өркені нені білдіретінін де білмейді. Алтауына құт қонсын дегені, бұл жерде алталаштан тарағандарға өсиеті. Алтау араз болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді. Яғни алталаштан тарағандар бірліктерін мықты болса, 4 құбылаң түгел болар деп, ұлы бабамыз өсиетін 3 ауыз сөзге сыйдырып кетіпті. Керемет, қандай, Енді қарап отырсаңыз, бұл кітап мен қызға бастадым. Бүгін офисқа келіп қойғам ғой. Енді үйге апарып оқу керек екен. Асылбек, саған рахмет, осындай еңбекті бізге 3-ші жыл дегенде бізге санамызға сәуле кіргізіп, түсіндіре білдің. Енді біз, сен айтпасаң да, өзіміз жүгіріп жүріп Аллах разылығы үшін деп осыған қызмет етуге бүгінгі күні ниет қылдық. Енді үлкен қазақ қахан дегенде сізден естіп
бұрынғы тарихымызда Қазақстан тарихы үстіртін оқып шықтық қой университетте. Әйтеуір баға алу үшін, экзаменнен өту үшін. Ал миымызда ештеңе де қалған жоқ. Жұп-жұқа бір кітапты оқып өте шыққанбыз. Ал енді бұл кітапты енді оқысаң, ішіне кіре береді екенсің. Мен жалпы кітапты бір түнде оқып шығатын адаммын. Бір кітапты қызықтасам ше. Барлық кітаптарды оқып шыққанмын. Қай заманнан келген. Әртүрлі орыс тіліндегі кітаптар, әртүрлі. Бірақ мына кітапты мен оқимын деп ниет қылғанда оқи алмағанмын. Енді оқу уақыты енді келген шығар. Алла қаласа оқимыз. Ал енді сенің жаңағы қолың неге жүрегін ұстап ұшып жүр дейді ғой. Алатауда алтайланып. Ана жаққа барады, әй сенің бойыңда осындай нұр көріп тұрмын. Мына әулиеге үйлесімді қойшы айналайын. Сен мына жаққа қобызыңды алып келе қалшы, сен сөйтші бүйтші десе бәрі. Кетші, өзіміз уақытымыз жоқ. Не істейміз, өзіміздің жолымыз бар, өзіміз үшін өмір сүреміз деп сені біраз әуре санға салып жүрміз ғой енді. Бірақ Алла Тағала сені далаға қалдырмайды. Өйткені сен Алланың разылығы үшін, әулие үшін қызмет етіп жүрген адамсың. Ал енді бес сұраңғылы әулие туралы адамдар енді түсіне бастайтын шығар. Бірақ енді бұл жаққа бару өте қиын. Жолы қалай сонда, қалай барады? Мен қанша барсам да әлі түсінбедім. Тіпті соңғы жолы адасып, Арыс станциясын таба алмай, біз анау Алатау деген ауылдан бірақ шыққанбыз ғой, адасқанбыз. Сондай хикметтері болды дейсіз ғой. Бұл енді жаңағы ғой, оқып шықтыңыз тамаша мәнерде. Мен мәнердегі оқып шыққан Сосақса, Фатима ханым, кісілер келді өйткені жерге, адамдары. 17-ші кімдер екен бұны деп ойлайсың ғой. Дайындасаң біреу шеке дұрыстап неғылмаған, дайын емес үшін. Өзінде қаншама ботсалса да мен профессионалсыз ғой, қанша әулиелерді білесің. Даже әулием деген адамдар да бар. Ол жерде біреу білмеген мысалға. Мемлекеттік деңгейдегі адамдар да білмеген. Я аян көрдім, түс көрдім деген біреуіне де аян болмаған. 30 жылдан кейін ашылып тұр. Өзінің ретімен, жөнімен, өзің айтып жүресің, шашылып кеткен адамдарды жинап келді. Негізі бұл жазбаны тастап кеткен Әлиасқар Байғұтұлы. Оның баласы Ақпантай Әлиасқарұлы, мына Лесбек Байжановқа келіп берген, Асан Тұрабаев деген жазушы. Әлиасқар әулие кісі Ақпантай баласына 5 жасында құя берген ғой, баласын таңдап. Оның уақытында айтпаған дейді. 50 жыл өзінің мектеп директоры әрі көршісі болған бір кісімен кездесті Шымкентте. Әнім дейді, мынаны сенен естіп тұрмын, мынаны дейді да, әдетте көрші болғам дейді Әлиасқар әулием ше. Сөйтіп баласы мен сол класс жетекшісі болдым дейді, директор болдым дейді жаңағы оқыған мектепте. Мынаны директор сенен естіп отырғаным қалай дейді да, ол кісілерден естіген. Айтпаған ғой. Құпия болған не ол? Уақыты келгенде айтқан ғой. Ол кісіні әрі көп қудалап, көп репрессияға ұшыраған адам екен, е? Енді ол кісі де тегін емес, сол Сталиннің өзі қорыққан дейді, Әмір Темірдің қабірін ашпа дегенде 50 миллион адам келген соң ашқанда. Тек деген тіл тигізбе, ұзыннан келте болады, келте келген өте солады деп. Жаңағыдай ғой ағашын тиіспек түгілі шөбін жұлуға болмайды келе жерлерде. Жаңағы Әлиасқар әулие дегеніміздің өзі жаңағы Әмір Темірдің қабірін ашпа деп айт, 3 машайық барды деп, 3 машайық дегенді ойлаймыз ғой. Ой, 3 машайық деген әулиелер осында. Олар кімдер екен деп мен ойлағам, сөйтсем өзіміздің біреу біздің қазақ, өзіміздің бабамыз Әлиасқар әулие екен ғой. Сол кісінің айтқан істемей, Германияда да сырдан да соғыс болып 50 миллион адам опат болып тұр ғой, Әмір Темірдің қабірін ашқаннан кейін. Әлиасқар әулие соны айтқан, жанында тағы 2 адам бар, 3 адам айтқан. Татарстанның муфтиі Маслихаддин деген біреу, Ауғанстанның қария Аузубилла ғұлама Әл-Фараби данышпанның ұрпағы. Сонда үшеуі барып сол жерге айтқан, бірақ сонда үшеуінің ғайыппен кіргенін ешкім көрмей қалған, және үшеуі ғайыптан көзден жоқ болып кеткен. Сонда олар әлемнің биікшігін ашқан адамдар болып тұр. Дәл солай. Ал енді бұл кітап жазбаны сол кісі Әлиасқар әулие сақтап келген. Әлиасқар әулиенің зираты Ақпан ауылында екен. Оны барып біз түсірдік, программаны тағы бір қарап шықсаңыздар жақсы түсінесіздер. Енді ойлаймын, көрермендеріміз енді бұл жерді барып торалғын шауып, өртейміз, құртамыз, ақша тапқалы жатсыңдар деген арам ойдан қайтады деп ойлаймын. Енді олар түсінбегесін айтып отыр ғой. Түсінбегесін айтып отыр ғой. Ол жер жаһаннан патшалар ағылады деген жерлер ғой. Кезінде бұл жерге жер дүниеден кеше атейін заманы дейді, 5000 жылдан бері адам арылмаған дейді, 3000 шырақ шотқан дейді. Келген адамды бұл жерге жібермек түгілі әйелдерді жібермеген дейді, ақ орамалмен дайындап, тырнақ шаштарын алдырып, сайрамға бірінші басталатыны Керсақап Сансыз баба деген кісіге құрмет көрсетіледі. Неге ол сайрамдағы Сансыз баб деп? Сосын бұрмалайды тарихтарды. Бұрмалағанмен, бірақ кейін текті азаматтар бар ғой, сол ұрпақтарына бәрі 7-ші бөлімде қонады ғой, 3-ші
ол жойылмайды, яғни ол тектілерді жоямыз деген, я тектілердің елін құртамыз дегенде өздері құрып кетеді деген. Соның бірі Александр Македонский, Ескендір Зұлқарнайын деген кісі, сол Бестораңғұлды жаулаймын, соған армандап, ол нені барлық жерін, Үндістанды, Персияның барлығын жаулап, 300 мың армиясымен келе жатқанда, Аристотель дейміз ғой, Аристотельдің сол ұстазы болған дейді осы Македонский. Ол енді осы тектілер жазбаларынан білді екен. Оның үтірін, нүктесін өзгертуге ешкімнің хақысы жоқ. Ол бойынша отпен ойнама дейді ғой қазақта. Бұл текті азамат, оның өзгертуге ешқандай не бермеген. Сол қазір Ақбантайдың қасында жүрген бір 40 шақты кісілер болып та, енді Жұматайды көрдіңіз, өзінің туған інісі кеше. Ол кісі бізге көрсетіп, сол ауылға барып интервью берді ғой. Сонда осы кітап сіз бірден саған қона кетті ма, қолыңа алған кезде? Ол оңай болған жоқ, ол да жаймен несімен мен Викторға жіберем, несі 2020-да мына телефонды да қолға алғым келмеді деді осы. 20-дан бастап туған күнімде осы құрдасым арақ жіберетін, сол арағын қойдырып намазға шығып кеткен, ораза ұстап бір. Сені көріп отырайын деп осы телефонды туған күніме әкеткен деймін ба. Оған дейін қарапайым телефон ұстаған ғой мен. 2020-дан бастап сол бір айдан кейін сол Бестораңғұлды суарайық. Оған дейін алдында зираттап құрбан айтты, құрбан шалып жүретін бір ғой. Сол 20-шы жылы Зікірия Жандарбек деген профессор бар, Яссауи университетінде. Сол кісінде келіп Қоңыратаның ұрпағы екенсіз, жүріңіз көріңіз, мына жерде сондай келіп бар. Сосын мына Алиасқарда немересі Ақшамтайды апарып, Қоңырат Ғани деген досым болды, сол суардық сол жерде. Суарып жатқанда шықпаған ғой, оңға соға мен сурет жіберем. Ол енді нұр енді ғаламатына да орап тұр талды. Талды орап тұр. Ол Алланың нұры ғой, енді ол жерде бес әулиенің құрметі дейміз ғой. Соған шыққан талдар ғой, шаппақты паңайына да жолатпаған ешкімді. Ол босқа әурешілік енді. Қазір енді неше түрлі миларына кіріп кеткен көп қой, қазір сақтан сектанттар дейм ма, сонымен анау дейді, мынау дейді, қалады ғой, жайында қалады бұның барлығы. Яғни осы жерде өркендейді, гүлдейді, жер жаһаннан Түркістан түрленіп, жер жаһаннан патшалар ағылады, Бестораңғұл гүлденіп, сол нелердің бәрін Алиасқар әулие айтып кеткен. Сол айту бойынша ғана жасалып жатыр. Енді бұл бастамасы, мынау бұрын Арыстанбаптың басында да бір жаңағы Тоқалтам сол жерде бір атамыз отырған ғой, апа екеуі. Кезінде шырақшы болды. Сосын мотор жанатын ол кезде жарық жоқ болатын. Қазір енді Арыстанбапта барсаңыз үлкен кешенге айналған. Мүлдем танымайтын кез. Біз сол кезде анау қара Тоқалтам болып тұрған кезінде барғанбыз ғой. Сол сияқты қазір мына жерге де еш нәрсе жоқ болып тұр. Осындай уақытта барып тағы да көріп тұрмыз. Енді бірнеше жылдан кейін көреміз. Алла қаласа, сол күнді көруге нәсіп болсын. Ол да Арыстанбап сияқты үлкен мемориалды кешенге айналатыны сөзсіз. Сол кезде жер жаһаннан жаңа мына кітапта жазылған бойынша патшалар ағылады. Сол жерде жаңағы бас қосу болады, баталар алынады. Сен айтқан шырақшылардың білімді шырақшылар отырады ол кезде ол жерде қаптаған. Қазір енді ол жерде бірде бір шырақшы да жоқ. Жаңа Керейге тапсырып кеткен ғой енді. Керей руы осы жерге ие болады деген. Осы мына жаңағы Алиасқар әулие солар негізгі наследственный ұрпақтан келе жатқан. Алиасқар тарихты түсіндіретін барлығын осы сол кісілер болған. Алиасқар әулиенің ұрпақтары отыру керек осы жерге, түсіндірді. Негізі солай болған. Солай отыру керек, бірақ енді ол кісі отырған жоқ, алыс Ақпанда тұрады ғой. Мына жерде қазір тек бір шопан, сол жерде мал бағатын шопан арасында келіп көмектесіп тұрады. Бірақ нақты шырақшы жоқ. Әлі толық қолға алынған жоқ. Тек бұл жерде жыл сайын Құдай тамақ беру, құрбандық шалу, Құран оқу, дұға қылу, бір-біріне сыйлық сыйлау, әзіршегі жұмыс осы. Содан асып кете алмай тұр ғой. Ал бірінші жұмыс бұл кітап шықты. Бұл кітап болмаса, бұл тарихты ешкім білмейді. Кітап шықты, бұл ең үлкен жұмыс. 17 жыл жазылған кітап. Кітап шыққаннан кейін оны Асылбектің сәулесіне, санасына сәуле құйылып, Алла тағала кітаптағыны өмірдегі шындыққа айналдыруды, бастауды Асылбек бастаған. Асылбек 2 жыл, биыл 3 жыл арқай жалғастыруда. Әзірше жұмыстар осы. Мүмкін алдағы уақытта осы бағдарламамызды көріп отырған жаңағы қолында ырыздық несібесі бар бай бақуатты кәсіпкерлер болса, сол жерлерді бастап жұмыс істесеңіздер, өзіңіздер жұмысыңыз тоқтамай жүре беретініне мен көзім жетті. Өйткені кешелі бері тәжірибе болып жатыр ғой. Бағдарлама қалай жасалып кетті, қалай өтіп кетті. Мынау әр нәрсе өзгере береді екен, жылдамдық болады екен. Сондықтан сол Бестораңғұл әулиені гүлдендіруге, өсіп өркендеуіне үлес қосам десеңіздер, дәл қазіргі сәтте сауапты іс жасауға, кейін сауапты іс жасайтын
жұмыс таба алмай қалады екен адамдар бір-біріне ше. Адамдардың барлығында барлығы бар. Ешкім садақа алмайтын уақыт болады екен. Ешкімге жаңа тәуелді болмайтын еркіндік уақыт болады екен. Алтын ғасыр дейді ғой. Сондықтан қазір бізге садақа беруге мүмкіншілік бар. Жаңа әулиенің басын жаңғыртуға мүмкіншілік бар. Тарихымызды қайтадан өзімізге алып келуімізге мүмкіншілік бар. Сол мүмкіншілікті жіберіп қалмаңыздар деген біз Алла Тағаланың енді біздің аузымызбен айтқызып тұрған, бізде бір қарапайым мұсылманбыз ғой жүрген. Сондықтан Алла Тағаланың осы бізге берген миссиясы осыны қалыпқа жеткізу. Сіздерге жеткізіп жатырмыз, Алла қаласа. Бұл енді әр елдің өзінің бір несі болады, құрметтейтін жер болады, тарихи орын. Бізде Яссауи баба, Түркістан, Оғландыда Пірбекет ата, мынау Қоңыр әулие, Шығыс Қазақстанда, иә, сол сияқты жерлер көп. Ал басқа мемлекеттерге барсақ, мысалы Иранға барсақ, имам Хаминидің басына бір апта жаяулап келеді екен адамдар. Олар имам Хамини деп кеуделерін ұрып жоқтау айтып келеді екен. Олар біз жоқтауда адам өлген деген айтамыз ғой. Олар әр барған сайын, зиратқа барған сайын жоқтау айтады екен. Олар өздері салты шығар сонда. Иә, салтын көріп мен таң қалдым сонда. Сонда олар өздері сол әулиелерін құрметтеп отыр. Ал бізде өз әулиелерімізді құрметтесек, нұр үстіне нұр, әулиелердің шарапаты, бұл Алланың сүйген құлдары ғой енді. Алланың сүйген құлы болмаса 5000 жыл бұрынғы Бестораңғы әулиені кім есіне алады дейсіз? Мына кітапты шыққаннан кейін түсініп жатырмыз. Сондықтан сіздер де атсалысыңыздар, қол ұшын беріңіздер. Бірақ енді оның жолын баруды 3 барсам да мен білмеймін қалай баратынын. Оны білуші, жаңағы жазушы ағамыз Респик Байжанов осы жолды білетін. Сосын кейін жанымызда отырған бүткіл әулиелерді жатқа білетін Тренцикопедия дедім ғой, Асылбек мырза білетін. Жаңағы әулиенің ұрпағы Жұматай Фатима ханым жақсы біледі. Жұматай ағамыз біледі. Және Фатима біледі, Фатима хажы біздің замандасымыз. Осы кісілер санаулы адамдар біледі жолды. Ал мысалы мен қазір өз бетіммен барайын десем, мен білмеймін қалай баратынымды, қай жерден шығып, қай жерден кіргенімді білмеймін. Сондықтан жолында болашақта жол салынып, мүмкін бір кәсіпкер шығып жол салса сол жерге, сосын оған жазып қойса, Бестораңға әулие деп, мысалы біз ана жол адасып, айдаладан Арыстан баб жақтан бірақ шықтық қайтар кезде, пойызымыздан қалып қалдық. Сондықтан ойлаймын, болашақта үлкен қолға алынатын істің басында сауап жинап, соған түрткі болып жүрген Асылбек мырзаға алғыс білдіреміз. Қандай тілек айтасыз? Тілек айтқанда жаңағы өз оқушылығыңыз тамаша. 6 арысты бүркітке жинап, сосын жаңағы 5 әулиені 5 жұлдызға жинақтап, осы 2 таңбаны сақтар өздерінің туларына салып жүрсе, Қытайдың туында тұр 5 жұлдыз, Европаның туында тұр, Американың туында тұр, дүние жүзінің туларында тұр, Германияның штандарттарында тұр бүркіт деген Ресейде тұр, мемлекеттік туда да тұр. Яғни ол бір адамға қатысы жоқ оның бүркіттің. 6 арысқа 6 адамға қатысы бар, 6 ұлына. 6-ың ала болмаңдар, яғни бірліктің мекені. Өйткені Алланың назары түссе, нұры түссе, көктем самал деп аталады. Наурыз сол жерден басталып алса, одан артық не керек деймін да. Оны дүние жүзі тойласа ғалам, бүкіл ғалам болып. Оны Шыңғысхан, Әмір Темір, Атилла. Сосын мынау айтайын дегенім, бұл кісілердің тегін өзгертуге болмайды екен Шыңғысхан. Мына кейбір батырға, әулиеге құмарлар көп болады ғой. Құмартқан соншалық, өзінің ұрпағы отырса да сөз бермейді ғой енді. Ой, қой сен, қой дейді. Соның біреу жаңағы Сұлтан Бейбарыс, Қыпшақ дегенге таласы көпті әрқайсысы. Мықты жауынгерге талас, ол міндетті түрде енді әулие ортақ, батыр ортақ. Енді ешқайсының әулиелері ортақ бөліп жүруге болмайды деген өсиеттер бар екен енді. Соны енді тегін Респик ағаммен айтып шақырып отырып, айтып отырмын ғой, 6-ың ала болмаңдар деп, Арғын, Керей, Уақ, Найман, Қыпшақ, Қоңырат бір болыңдар деп тұр. Бір болғанда Алланың берекесі тағы да 5 еседен береке болады. Соны бірлікке шақырып отырмын. Сіз Қыпшақсыз ғой енді. Қыпшақпын, сол Бертіке Қыпшақ екен, Әмір Темірде, Сұлтан Бейбарыста. Енді өте шарылып кетсе айтайын кімнің қайсысы болса да. Бірақ енді мына Сұлтан Бейбарысты ешқандай ақшаға сатпаған дейді. Сол Қыпшақтар сол бір баланы құлдыққа сатып қарап отырады екен да, айғарам. Дешті Қыпшақтың империяда. Адамның санасына келмейтін дүниелер ғой. Яғни оны мына сыртқы нелер қитұрқылықпен 20 рет өзгертіп жүрген дейді тарихта. Иран арқылы, шұлғаушылар арқылы сондайлар болған кезінде. Жер бетінде жаңағы нелерді
албастылардың ұрпағы қалып кеткен ғой енді сол тарих бұзылған дейсіз ғой қазіргі әдеби тілмен айтқанда. Енді қазір екінің бірі осы сіздің замандастарыңыз. Иә. Екінің бірі өзінің атын лақап ат қояды ғой. Мысалы біз Қадиша, Айша деп өзгертіп жатамыз ғой енді, діни атымыз деп. Енді ол да бір тұлғаға еліктеу ғой. Ал енді Томирис Қаншайым біздің Домалақ ана деген сияқты. Иә, беріледі ғой атаулар, беріле береді ғой. Ұлжан ана деген сияқты. Зере деген сияқты атты қояды. Сол сияқты қазір жігіттер көбейіп кетті. Екінің бірі атын лақап атын Бейбарыс деп қояды. Менің эфирге шығатын Бейбарыс деген бірнеше осы жігіттер бар эфирге шығатын. Иә. Қазір сенен кейін сол екінші Бейбарыс дайын тұр. Ол кіші жүзден Атыраудың жігіті. Ол атын Бейбарыс деп қойған. Мүлдем өз атын ұмытып кеткен. Дұрыс қойған, жақсы. Мына жігіт отырып Бейбарыс Қыпшақ деген бұл енді өз атын айтып отыр жарайды. Атып отқанда дұрыс қой. Мына жердегі Әлиасқар әулиенің жазбаларынан біліп отырық та, әйтпесе мені таласпаймын ғой. Болмасаң да ұқсап бақ дейді ғой. Дұрыс, осындай өзіміздің бабаларымыздың жолын ұстап, соларға ұқсап, соның атын қойып, таласып жатқан өзі үлкен жақсылықтың нышаны. Елімізде қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман болсын дейді. Осы 2025-те солай болады деп айтып кеткен ғой әулиелеріміз. Жақсылық болсын. Тілек деп жатсыз ғой енді. Тілек жаңағыдай анамызды айтады, жаңағы өзіңізде неше шығасын естіп қаласыз ғой, әйелді өйтігім айт деп ардақтап анасын дейді. Негізі адамның екі адамның арасында өзі құпия сырлар да болады, небір айтылатын да айтылмайтын да. Енді кеше келіп жатқан бір ауыз сөз сөйлеп Фатима ханымға рахмет келіп жатқан. Оның ол кісіні сыйлайтыным Керсақап сансыз баба дегенді үлкен аудиторияның алдында сұрады 2 сағат. Жақсы не қылатыны бір мұқият тыңдап алады ол кісі. Мына кейбір кісілер тиме деген жатқан біреу тиеді ғой қайта-қайта. Жүз рет кетсек те миллион рет айтсаң өзінің несімен қиялымен ма бірдеңесімен кетіп қалатын болады. Бұл кісінің бір мұқияттылығы, бір шынайылыққа, адалдыққа, бір туралыққа қатып қалатынына риза боламын. Сосын арғынның қызы екен, мына Айберден Қырықшіліктен шырақшысы Махмұт деген ағамыз бар, оның арасынан өтетін ше. Осы кісінің туған нағашысы. Мен де рахмет, мына киіп алдым, жақсының шырақшылығын айтып. Ол бір неден ғана Зәреден Жарылқайым деген ғой өзі. Сол енді бұл шапанды өзімізде сатып ала аламыз мысалы үшін. Шапан деген барахолкада толып тұр. Бірақ бұл адамның бір-біріне деген ілтипаты, ынта ықыласы, алғысы ғой. Соған адам риза болады. Жаңағы бір орамал берсе, бір шапан берсе, құрметтейміз. Ал сондықтан сол кісінің бізді құрметтегені үшін біз алғысымызды білдіріп жатырмыз ғой дәл қазір. Сол кішігірім шығармамда бар еді, дәстүрі сонымен. Өлең шығарып қойдың ба? Жылда дәстүрім ғой менің. Машалла. Ал енді оқыңды өлеңді. Көктемнің 17-ші сәті. Тағы келді 17-нің көктемі, бүршік жарып талдар шөптер көктеді. Бестораңғұл әулиеге нұр түсіп, Наурыз жаңа күнде келіп жеткені. Осы мені 3-ші жыл жасаған, жер анада буыр қанып босаған. Наурыз думан тоқтамайтын салтымыз, қанша байғұс тас атса да тасадан. Жарқыраған мейрам еді жайнайтын, жеті дәммен қазанымыз қайнайтын. Ата-баба дәстүріміз бұрыннан, тектілеміз үш жұртымыз жалғайтын. Еліміз біздер жақсылықты асырған, жамандық пен сыр сандықты жасырған. Өнегелі салтымыз бол сақталған, ұштасатын ғасыр асып ғасырдан. Ақ түйенің жарылғандай қарыны, күй төккендей қорқыт қобыз сарыны. Алтарыстың еркін құсы шарықта, алмай қоймас қадалғанда қарымы. Кішкентай шашу болсын деп, Наурыз сөзіден басталды ғой. Жер жаһан тойлап, құтты болсын сол берекесімен кіріп жатыр, күнмен түн теңесіп, жақсылықты асырған жақсы, мейірім мен шапағат қазақ қақан атамыздан қалған. Адам бір-біріне мейірімді болу керек. Осы жерден бүкіл тілек тілеген дейді. Қарғысқа ұшырап кеткен кісілер үшін де тілек тіленген жер дейді сондай. Сол жерде мысалы адамдар бір-бірінен өйтіп атады, бүйтіп атады, мен айтамын соны қоя қойыңдаршы деймін да, қоя салыңдар. Сол жерге барып одан тілек тілеп, өзіңе, өзіңнің отбасыңа, елге тілек тілегендеріңіз жақсы, құтты болсын енді, сол айтарым. Жақсы. Ендеше құрметті көрермендер, осы үрдісіміз ары қарай жалғаса берсін, Алла дұғамызды қабыл етсін. Қасиетті Рамазан айында жүргізіп отырмыз бұл бағдарламаны. Енді бізде қазір бағдарлама өте көп үйіліп қалды. Ораза біткенше жасап үлгереміз иншалла. Енді бітіп қалып жасап жатсақ түсінетін боларсыздар, ораза кезінде түсірген бағдарлама екен. Алла разы болсын көргендеріңізге. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз. Сізге сәт сапар.